Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, қазіргі күнде мынау мұсылмандардың арасында Алла тағаланың сипаттары жөнінде келіспеушіліктер туып жатқаны барлығымызға мәлім. Соның ішінде қазіргі күнде Қазақстанның бұрынғы ата-бабаларымыздың сенімі дұрыс болмаған, Алланы бірлеу сенімі, таухид сенімі тек қана 90 жылдары ғана келді. Егемендік алғаннан кейін оған дейін барлығы адасу да болды деген алып қашпа сөздер бар. Соған орай бұрынғы ата-бабаларымыз, әсіресе атақты ғалым болған Абай атамыз, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Ыбырай Алтынсариннің, сол секілді Шәкәрім Құдайбердіұлының үлкен тұлғалардың сөздерін келтіре отырып, қазақтың даласында, қазақ жерінде сенім ол бір сенім, сол сахабалардан бастап, сәләф солихтардан бастап алған, кейінгі жалғасын тапқан Матуриди, Ашғари сенімі, Әхлі-сүнна уәл жамағат сенімі бекітілген екі ғалымның сенімі әлемге кеңінен тарап, соның Қазақстан жерінде әсіресе мына имам Матуридидің сенімін ұстанғандықтарына ол үлкен ұлы тұлғалардың сөздерінен дәлел келтірмекшімін. Абай атамыздың 38-ші қара сөздеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде дәл сол имам Матуриди секілді Аллах тағаланың субути сипаттарын 8-ге бөліп қарастырады. Соны былай деп жазады: Сіз әмәнту биллахи кама хуа би асмайхи ва би сифатихи. Дедіңіз, ол Алла тағаланың фи'л азимлерінің аттары, олардың мағынасын біл, һәм 8 сипат затиялары не деген сөз кәміл үйрен, өзіңді оның құлы біліп, өзіңе муслим ат қойып, тәслим болғанына рас боласында. Алла тағаланың сипаттары хаят, алым, құдірет, басар, сами, ирада, кәләм, тәкуин. Яғни бұл жерде жаңаны әл-хая, әл-илм, әл-құдра, әл-басар, әс-сәм, әл-ирада, әл-кәләм, әт-тәкуин, осы 8 субути сипаттарын Абай атамыз бекітіп жатыр. Яғни бұл имам Матуридидің айтып кеткен 8 сипатына дәл сол сипаттарды бізге жеткізіп жатыр. Яғни бұның ішінде ерекше айтып кететін нәрсе тәкуин сипаты. Имам Ашғари жетеу деп тәкуин сипатын айтпаса, имам Матуриди тәкуин сипатын қосып 8 субути сипаты бар деген, соны міне имам Матуридидің айтқанын қайталап жеткізіп жатыр Абай атамыз. Кейін ары қарай Абай атамыз өзінің шығармаларының бірінде былай деп жазады: Мекен берген, халық қылған, ол ләмәкән, түп иесін көксемей болам екен, және оған қайтпақсын, оны ойламай, басқа мақсат ақылға толам екен дейді. Яғни Аллах тағала халық қылған дегені, халық ол жаратқан. Баршасын жаратып, Аллах тағала ләмәкән дейді. Мекенді де жаратып, барлық нәрсені жаратып, Аллах тағала мекенге қалай мұқтаж болсын. Ләмәкән дегені мекенсіз. Мекен Аллахқа тән еместігін айтады. Бұл Абай атамыздың бұл сөздері қаншама ғасырдан бері келе жатқан Әхлі-сүнна уәл жамағаның ғұламаларының айтқан сөздерімен тұспа-тұс келеді. Осылайша Абай атамыздың сенім жөніндегі айтқан сөздері бұл біздің Әхлі-сүнна уәл жамағаның ғұламаларының айтқанына, әсіресе имам Матуридидің айтқанына сай келген көрсек, енді Шәкәрім Құдайберді атамыздың мұсылман шарты атты өзінің кітабында былай деп түсіндіріп айтып кеткеніне тоқталайық.
Бұлардан басқа кітапта субути деген 8 сипаты бар. Олар мынау: тірі, білімді, құдіретті талап қылушы, яғни бір нәрсенің болғанын ұнатушы, болғызушы, яғни бар қылса да жоқ қылса да, сөйлеуші, естуші, көруші, бірақ бұл сипаттары адамдарға ұқсамайды дейді. Бұл кісіде Шәкәрім атамызда Матуриди ақидасына сай 8 субути сипатын бекітіп жатыр. Бұл кісілерден кейін өмір сүрген әйгілі қазақ ақыны, зерттеушісі, ағартушы Мәшһүр Жүсіп Көпей ұлы атамыздың да мысал ретінде айтып кетуге болады сөздерін. Мәшһүр Жүсіп ит дүние деген таңдамалы жинағында келтіреді. Ол Алла жисім жауһар ариз емес, боларға басқа бөлектенбес. Алланы еш нәрсеге ұқсатуға, еш нәрсе оған ұқсап жөні келмес. Бар Құдай көкте де емес, жерде де емес, мекенін бір Алланың ешкім білмес. Яғни бұл жерде Аллах тағала жисім емес дегені арабша сөз. Жисім деген бұл дене. Аллах тағалаға дене, бітім, мүшелер тән еместігін айтады. Аллах тағала дене емес, біз секілді жаратылған. Сол секілді жауһар демес дейді. Жауһар дегеніміз бұл ақида ілімінде бұл бөлінбейтін бір бөлік дейді. Яғни атомда айтылады. Жаратылыстағы ең кішкентай, ең кіші болған жаратылыс ол бөлінбейтін зат, ол атом дейді. Сол жауһар деп атомды айтады. Яғни Аллах тағала барлық осы жаратылыстар атомнан құралып, бөлшек-бөлшек нелерден, молекулалардан, бөлек-бөлек клеткалардан құралған болса, Аллах тағала бұндай атомда, клеткада емес, бөлек-бөлек нәрседен жаратылған Аллах тағала дене еместігін айтады. Ариздеп енді бұл жерде жаратылыстың сипатын білдіретін, жаратылыстың суретінде болатын нәрсе еместігін айтады. Яғни Аллах тағаланы жаратылысқа ұқсатып қоюдан пәктеп жатыр. Аллах тағала аспанда да жерде емес деп, Аллах тағалаға мекен бермеу керектігін айтады. Яғни бұл мекен деген нәрсе жаратылған, ал Аллах тағала жаратқаннан кейін оған мұқтаж болып қалған жоқ. Сондықтан жаратылған нәрсе шектеулі болса, Аллах тағала шексіз. Сондықтан жаратушы шексіз Алланы жаратылған шектеулі мекенге кіргізіп, мекен беруге болмайтындығын айтады. Мәшһүр Жүсіптің бұл сөзі қазіргі күнде Аллах тағаланың өзіне тән аяқ қолы бар, Аллах тағала өзіне тән аршта көтеріліп барып орнығады, Аллах тағала өзіне тән түн ортасында түседі деген секілді, әсіресе мынау сәләфилік ағымды, сенімді ұстанатындарға мүлдем олай еместігін қарама қайшы айтып отыр. Олардың айтқандары ақидасына, мынау қазақ аталарымыз айтқан ақидасы мүлдем келіспейтінін осы аталарымыздың сөзінен білеміз. Сипаты 8 болған бірі кәләм, сөйлейді құдіретімен Алла тағалам, сөйлеуі біздей тілмен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам. Алды-арты, асты-үсті, оң солы жоқ, ауыз мұрын, аяқ бас, көз қолы жоқ, еш нәрсе ұқсамайды, ол еш нәрсеге кітаптың айтқанына ойлама көп дейді. Аллах тағаланы жаратылысқа ұқсатып қоюдан пәктеп жатқандығын көріп отырмыз. Яғни Аллах тағала сөйлеуші, кәләм деген сипатқа ие, бірақ ол өз құдіретімен сөйлейді. Біздікіне ұқсап, ауызбен, тілмен деген секілді мүшелер арқылы болмайтындығы. Адамға ұқсап сөйлемейтіндігі. Біздей тілмен жақпен емес деп жатқаны жаратылысқа тән сипат емес, Аллах тағаланың сөйлеу сипаты. Сол секілді Аллах тағаланың алды-арты, асты-үсті, оң солы деп жаратылыстың сипаты 6 тарап қоршайды жаратылысты. Асты-үсті, алды-арты, оң сол жағы. Аллах тағаланы бұндай тарап қоршамайды, өйткені Аллах тағала шексіз. Бұл 6 тарап қоршау деген сөз, бұл жаратылған, шектеуі бар, шегі бар, алды-арты, асты-үсті, оңды-солды шектелген заттың 6 тарабы болатындығын білеміз.
Сондықтан Аллах тағала шексіз екенін, мекенге мұқтаж емес, жаратылысқа ұқсаудан ол пәк екендігін осы нәрсе, осы сөздермен бекітіп жатыр. Сол секілді ауыз, мұрын, аяқ, бас, көз, қолы жоқ дейді. Яғни Аллах тағала Құранда қол деп айтқан сөзбенен бұл сәләф солих ғалымдарда, кейінгі мынау біздің аталарымыз да ол қол деген сөзге тікелей мағына бермей, астарлы мағына беріп жатқандығын көреміз. Яғни Құранда қол деп айтылса да Аллах тағаланың біз түсінетіндей, адамдыкіндей, жаратылыстыкіндей мүше мағынасындағы қол, көз, жүз деген нәрселерді Аллах тағалада ол жоқ. Аллах тағалаға ондай сипаттар бекітуге болмайтындығын айтады. Еш нәрсе ұқсамайды, ол еш нәрсеге ұқсамайды. Және бұл кітапта айтқан нәрсеге көп не деді? Ойлама көп деді. Бұны неге айтып жатыр? Өйткені Аллах тағала шексіз зат, басталуы жоқ, аяқталуы жоқ. Ал адамның ойлау қабілеті, ақылы бұл шектеулі. Шектеулі ақылға шексіз затты ешқашан біз сыйдыра алмаймыз. Соны білейік, ағайын. Сондықтан мынау Мәшһүр Жүсіп атамыздың айтып жатырғаны, сен қысқа ғана жаратылған ақылыңмен шексіз Алланы шектеулі ақылға сыйдыра алмайсың. Құранда айтылса, иман келтіріп тоқтау керек. Арғарай ақылға салып, өзіне тән, біздікіне ұқсамайтын қолы бар деген мүше мағынасында бекітуге, тікелей түсінуге болмайтындығын айтып жатыр. Ыбырай Алтынсарин атамыздың да Шариатул Ислам атты еңбегінде былай деп келтіреді Аллах тағаланың сипаттары жөнінде. Біреу сұраса, Құдай тағаланың сипаты нендей деп жауап беру керек. Құлшылық етуімізге лайық Аллах тәбәрәк ва тағала жалғызды, ешкімнің ол Алла тағалаға ұқсастығы, теңдестігі жоқ. Ол Алла тағала дене иесі емес, сурет иесі емес, асыл жауһардай заттар сипатындай емес, мекен бір орын иесі емес, бос орынды толтырушыдан емес, тамақ жеушілерден, ішушілерден емес, біреуді тудырған емес, яки біреуден туған емес. Һәм ол Құдай тағаланың бар болуына ешбір заман жоқ, жихат сәттен, яғни 6 түрлі тараптан, оңы солы, алды арты, асты үсті болудан тазады. Яғни бұл Ыбырай Алтынсарин атамыздың да Шариатул Ислам деп атты кітабында, міне осы айтып отырған сөзінен жақсы түсінеміз. Бұл да имам Матуридидің айтқан сөздерін, яғни Аллах тағалаға тікелей жаратылыстың сипатын беретін муташабих, астарлы мағынада аяттарды имам Матуриди секілді астарлап түсініп атқандығын түсінеміз. Және оны ашып тұрып қазақи сөзбен айтып кетті. Бұл жерде бұны шарықтап жатып, түсіндірме сөз жасап жатудың өзі артық болады. Не деп жатыр? Суретте емес, сурет иесі емес, ішушілерден, жеушілерден де емес. Аллах тағала дене иесі емес деп, яғни жаратылыстан пәктеп жатыр. Асыл жауһардай зат сипатында емес, яғни жаратылыстың сипатында еместігі. Бұл кісілердің имам Матуриди айтқандай айтып жатқандығы бұл әхл сүнна уәл жамағаның ақидасын ұстанғандығына міне бұл кісілердің сөздері дәлел болады. Және бұл сөздерді имам Абу Ханифа рахматуллах та өзінің кітабында, Фиқхул Акбар, Уасия кітаптарында айтып кетті. Имам Тахауиде айтып кетті бұл нәрселерді ақида кітабында. Аллах тағаланың 6 тарабы жоқ, Аллах тағала жаратылысқа ұқсамайды. Және имам Тахауи бір сөзінде айтады: «Мән уасафаллаху би мағна мин мағанил башар фақат кафар» дейді. Кімде кім Аллах тағаланы адамның бір сипаттарымен сипаттайтын болса, ол адам кәпір болады деді. Яғни Аллах тағаланы жаратылысқа қолы бар, жүзі бар, аяғы бар деп сипаттайтын болса, ол адам кәпір болатындығын айтады. Сондықтан бұл Абай атамыз, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының, Шәкәрім Құдайберді, Ыбырай аталарымыздың айтқандары сол барлығы Аллах тағаланы пәктеп, Абу Ханифаның да, имам Тахауилердің де, ұлық үлкен имамдардың да айтқанына,
кейінгі болған имам Матуриди, имам Ашаридің де айтқандарына сайма-сай келіп атқандығы. Яғни Аллах тағаланы дене бітім мүше беруден пәктеп, мекен сипатын беруден пәктеп, Аллах тағаланы өстіп пәктеп өткен бұл ғалымдар. Соны бізге міне қалдырды. Иншалла біз де соны ұстанамыз. Сол үлкен сәләф солихтардан бастаған үлкен ғалымдардың сеніммен тура түсетін жерде тура түсініп, мұхкам аяттарды, муташабих аяттарды астарлап түсініп, иман келтіріп, ары қарай ақылға салмай, тоқтап, сөйтіп сенетін болсақ, иншалла біз адаспаймыз. Соншама ғасырлар бойы ұстанған әхл сүнна уәл жамаға ғалымдарының айтқандарымен, сол сенімдермен жүретін болсақ, иншалла біз адаспаймыз. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин.